Анамды көрдіңіз бе? Ол қорғансыз болатын. Одан әкем мені тартып алып қаңғыртып жіберіпті. Қазақстанда деп естіп іздеп келемін, деді бозбала. Олар Түркиядан ұшып келе жатты. Жанындағы әкесі бір кездегі қатыгездігінен құдайдың қаһарына ұшыраған ба, арбаға таңылыпты. Мүгедек демесең таптаза киінген, келбетті, сырбаздығы сыртына теуіп сызданады. Қос дөңгелекті арба ұшақтың бизнес-класс бөлімінің кең алаңқайында тұрды. Еркектің белінен төменгі жағы қара барқыт матамен оралған. Баласы жанындағы орындықта. Әкесіне анда-санда бірдеңе деп тіл қатып, әлденені түсіндірген болады. Ал ол ұзақ жолда өздігінен бір тіл қатпады-ау сабазың. Кейін білдім, тілі жоқ екен. Құлағы естиді. Газет қарап, кітап оқып келді. Мен баланың оң жағында отырдым. Ұшақтағы 5 сағаттық аспан жолында бұрыннан таныс адамдардай тіл табысып кеттік. Алдымен жөн сұрастық. Одан Қазақстан мен Түркия жайында пікір алмастық. Бозбаланың тілі қазақшаға жатық. Өзі кісі жатырқамайтын, ашық, аңқылдаған ақ көңіл екен. Парижде Сорбонна университетінде оқиды. Француз, ағылшын, неміс, түрік, орыс тілдерінде еркін сөйлеймін. Ана тілімді сүйемін, деді. Есіме өз туған топырағында тұрып, ана тілінде сөйлей алмайтындар түсті. Мына оғланға деген құрметім шексіз болды. Киім киісі еуропаша болғанмен, кескін келбеті қазақ жігітінің сұлтаны екендігін көрсетеді. Анау отырған әкесінің жас кезіндегі көшірмесі. Сөйлегенде тілі майда, білімі терең. Менің ұлым болса ғой шіркін деп, әр қазақтың әйелі армандайтындай ұл. Айтуынша анасынан туа сала тірідей айырылып, есі кіргенде өзі іздеп келеді. Алланың сорлы әйелге осындай саналы ұл бергеніне шүкір. Қазақстанның қай түкпірінде екен, алыста қалған ұлын аңсап жүрегі қарс айырылып жүрмек екен деп, өзі тірімеген деп ойлап қойдым. Апай, маған анамды табуға көмектесесіз бе? Менің анам сізге ұқсайтын сияқты. Ес біліп анамды іздей бастағаннан қазақтың әйелі дегендерге сағынышпен қараймын. Анама бір ұқсастық іздеймін. Әлі күнге ешқайсысы дәл сіздей жақын әрі жылы көрінбеді. Сізді әуежайдағы шетелдік төлқұжат тексерген жерде байқадым. Көрдім де қалт тұрып қалдым. Жүрегім осы сенің анаң дегенде қатты-қатты соқты. Сіздің балаңызға қазақша сөйлеген даусыңызды естіп, жүрегім елжіреді. Мендегі анаға деген сағыныш аңсау алқымыма тығылып тас түйін болып қалды. Жанарыма ыстық жас келді. Әкеме менің анама ұқсай ма, жаныма жақын көрініп тұр дедім. Иә, сенің анаң осы кісі қатарлы шығар. Мен көрмегелі ширек ғасыр болды ғой, аман болса осындай қартаяр еді, дегендей сізге қарап таңырқап қалды. Айтуға тіл жоқ, жанарыммен ұқтырды. Екеуміз ұзақ жылдар сақтап келе жатқан анамның жас кезіндегі жалғыз суретін алып қарадық, деп маған төс қалтасынан өте бір қымбат затты ұсынғандай қара ақ түсті ескіріп қалған кәртішкені шығарып ұсынды. Жапон әншісі Мэрей Мэдден басталған Сесн шаш қою үлгісіндегі менің заманымның бой жеткені маған қарап тұрды. Ақ жағасының шеті шілтерленген, киім үлгісі өткен ғасырдың 80-ші жылдарының аяғынан хабар береді. Аялы қоңыр көздері, жуас жаратылысы, момын адам екендігін танытады. Тәмпіш мұрны да, мінезің тік бір бетке емес, жұмсақ жаратылыс иесі екендігін сездіреді. Мынау бір момын байқұс қой, сонысынан ұлынан айырылып жүрген шығар. Мына кінәз сымақтың отырысы жаман, тартып алған шығар деген ой келіп, мүгедек болса да жақтырмай қарадым. Ол қорғансыз болатын. Әкемнің туыстары қаңғыртып жіберіпті. Қазақстанда деп естіп іздеп келемін. Құдайдың кездестіргені шығар, сізді бірден анама ұқсаттым. Біз жолға жиналғалы 3 жыл болды, бірақ сәті биыл әрі осы жолы түсті. Әрі сізде бірден анам сияқты көрініп кеттіңіз, деп жан дүниесімен ақтарылған жігітке менің шынымен көмектескім келді. Құдай бізді тегін кездестірмеген шығар. Мына баланы анасымен табыстырып сауабын алайын. Байғұс әйелге ұлын таптырып алып қаңғытып жіберген ана мақұлықтың абыройын төгейік, деп
бар ықыласыммен әйелді іздеуге араласайын деп шештім. Ұшақтан түсе олар мейманханаға тартты. Телефон алмасып, мен күтіп алған балаларыммен үйге тарттым. Отбасыммен табысып, сағынышымызды бөліскен соң күйеуіме естігенімді айтып едім. Ол сен-ақ осындай бір оқиғаларға ұшырап жүреді екенсің деп мазақтап сенбеді. Ертесіне жұмысқа келіп әріптестеріме айттым. Анасын іздеп жүрген ұлдың мақсатын. Олар сенді. Енді әйелді қалай іздеп табудың жолын бәріміз болып ойластырдық. Естияр бір ағамыз, сен алдымен барлық болған оқиғаны нақтылап сұрап ал. Шамамен қай қалада, не облыста тұрғанын болжа. Түркияға барған ба, не осында туғызып баланы алып кеткен бе, анықта. Содан соң хабар арнасына барып, бармысың бауырымды жүргізетін қымбат досжанды тауып ал да, іздестірушілермен кездес, деп жөн көрсетті. Сол бағытпен із кесе жөнелдім. Алдымен әкелі балалар тоқтаған мейрамханаға келдім. Мені ертуар анасын іздеген ұл қуана қарсы алды. Тоқтағандары үлкен апартамент екен. Әкесі де арбасын жылдамдата бастырып, ұзын дәліздің бойымен жаныма жетіп келді. Маған күле қарап қолын ұсынды. Қазақтың бір қызын қаңғытып, бауыр еті баласын тартып алған жексұрынның қолын ұстағым келмеді. Бірақ ата салттан аса алмай ұсынған қолды қақпадым. Қолы мақтадай жұмсақ, ақ саусақ екен. Киген киімдерімен мына тұрған жайларына қарап Түркиядағы ауқатты қазақтар екендігін бағамдадым. Жағдайы жақсы болған соң, оқу іздеп не жұмыс іздеп барған менің отандасыма бала таптыртып алып қуып жіберген ғой деп өкпем әлі қара қазандай. Ертуар бөлмесіне мейрамхананы көшіріп алып келгендей етіп дастархан жасатты. Даяшыларға тамақтана отырып әңгімелестік. Мен алған бақытымды түсіндірдім. Ертуардың қуанғаннан есі шығып отыр. Әкесі де сөз тыңдап, бәрін түсініп, жанары нұрланып, менің әр сөзіме басын изей береді. Бір кезде ұлына иегімен ішкі бөлмені нұсқап, былғары сөмке алдыртты. Оның жез ілгектерімен құпия құлпын ашып, ішінен әдемі блокнот шығарды. Мен оның бипазданған әрбір қимылын бақылаудамын. Еркек әлгі блокнотын маған ұсынды да, ұлына ыммен бірдеңе деді. Әкем мынада барын жазғанмын. Егер латын харпін таныса оқып шықсын, бәрін түсінеді, деді деп маған аударып берді. Блокноттың өте әспетті екенін, сыртындағы алтын жалата жазылған Түркия деген жазуы мен ағаш пен теңіз бейнеленгенінен байқадым. Мұқабасы қызғылт көң, қағазы сарғыштау, қымбат қағаз екен. Ұсынып тұрған соң алдым. Латын жазуын ешіктеп оқи аламын дедім. Еркек қуанып кетті. Оны жанарының отынан байқадым. Ертуар мені сыртқа дейін шығарып салып таксиге мінгізіп жіберді. Мен блокноттағы сырты оқығанша үйге асықтым. Табалдырықтан аттағаннан киімімді жүре шешіп, блокнотты қолға алдым. Бас алмай оқып шықтым. Сонымен мен ата-бабамның топырағын, Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан соң іздеп келіп бастым. Бұл 6 ай асып қаңғырып, Памир басып қырылып, Анадолы жеріне жұрнағы жеткен бабаларымның асыл мұраты, аналарымның асыл арманы еді. Азаттықтың таңы атқанын, қазақ туының желбірегенін біз көретін болдық. Ата-баба топырағын біз басатын болдық деп қуанған әкем мені ертіп Алматыға тартты. Әкем Түркиядағы тері өңдеп, жүн иірумен айналысатын ауқатты қазақ еді. Қазақстандағы бауырларымыз ол кісіні сыртынан естіп, мақтаныш етіп жүреді екен. Келгенімізді естіп, құшақ жая қарсы алды. Жалғыз тұяғына баба топырағын бастырған әкемнің шаттығында шек жоқ. Игі жақсы қазақтар әкемді күнде үйіне шақырып, тұрмыс тіршіліктерін көрсетті. Алдағы жоспар арман тілектерімен бөлісіп, арқада жарқамыз. Мен де ағайындылардың өзім қатарлы бозбала, бойжеткендермен танысып, достасып, бауырларымен тез тіл табысып кеттім. Күндіз Алатаудың бауырындағы әсем қаланы тамашалап, кешке қарай жастардың басқосуларына барамыз. Сөйтіп сайрандап жүргенде таныстым ғой Толғанаймен. Алып бара жатқан сұлулығы жоқ, монтиған ғана ақ көңіл қыз еді. Мұғалімдік институтта оқиды. Айтуынша ата-анасы қарттар, өте алыс ауылда тұрады екен.
болашақ тағдырым ба, баламның көрер жарығы ма, әкемнің ортасы әйгілі қазақтардың қыздарымен таныстырса да табысып кете алмадым. Не тапқанымды, не тартқанын қайдам, албырт көңілді асау сезім арбап толғанайдан басқа ешкім көзіме көрінбей қойды.